Мұғалімдер министрдің бұйрығына қарсы шықты. Оқу жылы әлі басталған жоқ, бірақ әр өңірде сағатымыз азайып, жалақымыз қысқарғалы жатыр деген жан айқайымен ұстаздар жиі жиналып жатыр. Соңғы бір аптада әр өңірден дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері министр бұрынғы білім беру жүйесін қалпына келтірсін деген талаптарын айтып, наразылыққа шыққан еді. Енді бұл топқа орыс тілі және өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдері қосылды. Ұстаздар оқу жылының басталуына санаулы ғана күн қалғанда сағатымызды азайтқандар ертерек ескертуі керек еді. Бірнеше жылдан бері мұғалімдер мәселесіне қатысты ойын ашық айтып жүрген ұстаз Айман Сағидолла болса, мектепте Аймағамбетов отырған жоқ, отырған біз білеміз, сағаттардың қысқарып жатқанын деп сұхбат берді. Ал осындай шағыммен күн сайын көптеген мұғалімдер өзінен қолдау күтіп хабарласып жатқанын айтқан депутат Ирина Смирнова, егер шенеуніктер ұстаздың айлығы көбейіп кетті деп сағатын қысқартып жатса, өздері де айлықтарынан бас тартсын дейді. Алдымен қордаланған мәселені мұғалімдердің өздері баяндасын. Министрінің бұйрығын бұрыс деп жүргендердің басым бөлігі дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері. Олар аяқ асты айлықтарының азайып, сағаттарының қысқаратынын білген сәттен бастап еліміздің әр өңірінен наразылықтарын білдіре бастады. Қазіргі балалар мынаны смартфонға қарап отырады, үйден шығарып жіберсең басқа жерге барып смартфонда отырады. Сонда денсаулықты салыстырғанда қалай болады? Дене шынықтыру пәніне міндетті түрде көңіл бөлінуі керек. Балалардың денсаулығын ойласақ. Министрдің бұл шешімі дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені бүкіл Қазақстанда барлық физкультуртардың бір шықпен айдап отыр. Мысалға, қазір